Таластағы төбірчақ тіккен таланттың тай енесінің, тай екесінің, тай ежесінің, тағасының, туғанының тракторы түнчінді тонна ташты. Там тұрғыза тұрчу тақтайларды тарталбай тығылып тұрды. Тамтығы түшкен тө ашуының трассасында тоқтош тамақтың татымын татпай, түкірініп, тіштеніп, тамекесін тартып, түтетіп, тепкіленіп тұрды. Тамаққанадағы Толғанай деген танышының татты, тоқочынан татып, талада тырқиып тоғылыды. Таң атқанда Тося, Түкөт, Такебай, Тура, толған тоқойлар топтолып, тракторды тартып, тез эле түздөп ташташты. Талант тракторды теп, түштерді театрдың түбінде тоқтатты. Точка. Жер жүзіндегі Т тамғасының барыны Емден лалы, бат айталу, айтпайлы қойылуы. Бат айтсын бі? Бат айтып көрсін чоғырымен айталы біз. Бат айтқанда айтауыз біз. Таластағы төбірчақ тіккен таланттың тайенесінің, таятасының, тағасының, туғанын тракторы түнчінде тонна ташты. Там тұрғыза тұрчы тақтайларды тарталбай тығылып тұрды. Тамтығы түшкен төй ашуның трассасында тоқтош тамақтың татымын татпай, түкірініп, тіштеніп, тамекесін тартып, түтетіп, тепкіленіп тұрды. Тамаққанадағы Толғанай деген танышын татты, тоқойшынан татып, талада тырқиып тоңоланды. Түкісін чүмбестіктен температурасы түшпей, түшікті тұралбады. Таң атқанда Тося, Түкө, Тоқо, Такебай, Тура, толған тоқойлар топтолып, тракторды тартып, тез еле түстеп ташташты. Талант тракторды теп, түштерде театрдың түбінде тоқтатты. Точка. Точка деген жерін айтып қойсаңыз болды. Бар бұл жооп жігіттер. Башта. Қуан аракет қылчеле ошо. Келтірет бұл қойма құлақта. Биринчиден бұл жаңылмач эле аңгеме го. Анан эң негизгиси Таке качандан бери сен таластык болуп калдың эле. Тышалабагыла. Точка. Ушу биздин бала кезде эч качан бош жүргөнгө болбойт эле. Сөзсүз кыбырап бир нерсе жасашың керек. Кокус үйдө жатсаң бүттү дей бер. Андагы ата-энелер тубаса эле акын болушканбы, заматта ыркырап эле көгүмдө күн баткандан, Кудай сактасын жаткандан, жата берген эркектин жылдыз өчөт асмандан деп эле дуктан берип сыртка айдап чыгышат. Жаз жарыш, кыбыраган кырашат. Жаздын бир күнү 1000 күнгө тетедешип жазда иштетишет. Анан эле күз келет. Күз келсе дароо күз күрөш, Актөөнүн карды жарылды. Түшүм молдоп кереэлден кечке киштен бошобойсуң. О Кудай акы, кыш келди. Кышта эшикте кар бурганактап жаап, суук 30 градус. Эми салам деп мештин жанында мышка кошуна болуп мыргып жатсаң, анда да болбойт. Анда да жаткан жарыбайт. Тур тамдан жүгөрү алып туш укалап отурал деп дароо иштаба калышат. Кокустай энеме барып ошол жактан эс алып келейин деп сурасаң, ой муну кара, чакырылбаган конок шыпырылбаган үйдө отурат дейт. Өздөрү бир беште тегеректе отурса сагайым деп бышырып коюппу. Кыш очогу тар, тур үйүңө бар деген деп анда да жооптору даяр. Андан көрө бир өнөр үйрөн. Эркек дегендин колунан 70 өнөр келиши керек. Эркек дегендин макоонунда, сакоонунда тилин табышы керек деп кайдан жайдан жети уктап түшүнгө кирбеген кептер менен заматты ордубузга коюшат. Иши кылса биздин бала ушундай өткөн. Бирок дегени бар. Бирок ушул тарбияга таазим этем. Эми мынтип 70 өнөргө жетпесек да, эки колду мурунга тыгып отурбай эмгекке эптеп өстүк. Кандай ойлойсуз? Балдарга ата-баба наркын үйрөтпөгөн бизде айыппы? Же аларды эски көрүп жээрген жаңы муунда айыппы? Пикир калтыра кетиңиз. Масыл бер току мингени салкын төр жайлуу жүргөнүм эриктим жылкы четинде да эскерип келчү ой сүйгөнүм жылкыттой чөптүн түрлөрү бар гүлдөрү санадан такыр чыкпайсың ай сагындым келчү ой сүйгөнүм